Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сұлу жармасынан өте пайдалы әрі дәмді ботқа жасаймыз. Каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Келесі шыққан видеоларымды ең бірінші болып көретін боласыздар. Рецептің құрамын описанияда қалдырып кететін боламын. Ең бірінші қазанымызды қойып, оған 1 стақан сұлу жармасын саламыз. Оның үстіне 2 стақан ыстық суымызды құямыз. Баяу отта 2 минуттай араластырып пісіреміз. Содан кейін үстіне 1 стақан сүтімізді қосып араластырып, кішкене шым-шым тұз, 1 ас қасық қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, 6-7 минуттай пісіреміз. Сұлу жармасы адам ағзасына өте пайдалы, қандағы қан деңгейін реттейді, әрі иммундық жүйені күшейтеді, теріге де жақсы әсерін тигізеді, өте көп микроэлементтер және дәрумендер бар. Міне достар, санаулы минуттарда біздің ботқамыз дайын болды, өте дәмді шықты, астарыңыз дәмді болсын, күндеріңіз сәтті болсын. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар, ас болсын.